Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз профессор-оқытушы құрам рейтингі модуліне арналады. Нақтырақ айтқанда, профессор-оқытушы құрамның толтырып жіберген ақпараттарын келісім жасау қызметкерлерінің атынан қарастырамыз. Ол үшін кафедра меңгерушісі қызметкері атынан жүйеге кіреміз. Мәзірлерден оқудан тыс қызмет бөлімі және де профессор-оқытушы құрам рейтингі модулін таңдаймыз. Бұл бөлімде біз факультет бойынша немесе өзіміздің кафедрамыз бойынша сұрыптама жасауымызға болады. Ары қарай қажетті оқу жылы бойынша таңдаймыз. Келесі ашылған бетте барлық оқытушыларға қатысты ақпаратты көруімізге болады. Сұрыптама жасау арқылы көруімізге болады, яғни қызметкердің типі бойынша, қызмет түрі бойынша сұрыптама жасап қарауымызға болады. Келесі деректер бөлімінде қосымша ақпараттарды көруімізге болады. Келесі көрсеткіштер тізімін көруімізге болады. Рейтинг бөлімінде біз өзіміздің сұрыптамамыз арқылы өзімізге қажетті оқытушымызды таңдаймыз. Келесі көрсеткіштер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде оқытушыға қатысты ақпаратпен танысуымызға болады, яғни оқытушының рейтингін көруімізге болады, оның қызмет түрін, лауазымын көруімізге болады және де толтырған ақпараттарын. Бұл бөлімде барлығын көруімізге болады, яғни көрсеткіштің түрлері және мәртебесі бойынша немесе менің департаментім бойынша көрсет ұяшығын таңдау арқылы тек өзімізге қажетті департаментке қатысты ақпараттарды көруімізге болады. Келесі келісім жасау үшін толтырған ақпараттың мәртебесі, яғни тексеруге жіберілді мәртебесінде болуы қажет. Ашылған бетте келесі ақпараттарды көруімізге болады, яғни жіберу мәртебесін, қатысушы болып табылады бөлімінде қандай статуспен қатысқанын, яғни мәртебемен қатысқанын көруімізге болады, сипаттамасымен танысуға болады. Растайтын құжат бөліміндегі жүктеген құжатты жүктеу арқылы барлық толтырған ақпараттармен танысамыз. Ары қарай бізде екі мән қарастырылған, яғни жіберген ақпаратты қабылдау немесе пысықтауға қайтып жіберу. Егер де біз пысықтауға қайтып жіберу батырмасын таңдайтын болсақ, бұл жерде негіздеме, яғни оқытушы қандай ақпараттарды толтыру қажет, сол мәнді толтырып пысықтауға қайта жібереміз. Ал егер де толтырылған барлық ақпараттар дұрыс болған жағдайда қабылдау батырмасын таңдау арқылы оқытушының толтырған ақпараттарын қабылдаймыз. Яғни біздің мәртебеміз кафедра меңгерушісі мен қабылданды мәртебесіне өзгереді. Ары қарай келісім жасайтын қызметкердің атынан кіреміз. Мәзірден оқудан тыс қызмет бөлімін және де профессор-оқытушы құрам рейтингі бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде келісім жасайтын қызметкерлер бөлімінде келесі ақпараттар қарастырылады, яғни рейтинг бойынша рейтингті қарау факультет, кафедра және де оқытушы бойынша сұрыптамалар жасауға болады. Оқытушының мәртебесі бойынша, қызмет түрі бойынша және де көрсеткіштің түрлері бойынша көруімізге болады. Келесі, егер де бұл бөлімге оқытушы деп қоятын жағдайда, онда бұл жерге іздеу бөлімінде оқытушының атын көрсетуімізге болады. Және де қажетті оқу жылын таңдаймыз. Көрсеткіштер бөліміне өтеміз. Және де бұл бөлімде бекітетін қызметкерлер үшін жіберген көрсеткіштің мәртебесі кафедра меңгерушісі мен қабылданды мәртебесінде болуы қажет. Ары қарай таңдаймыз қызмет түрін. Келесі бізде мәртебесін көруімізге болады, барлық толтырған ақпараттармен танысуымызға болады және де бекітетін қызметкер үшін балл бөлімде, яғни осы толтырған ақпаратты қабылдаған жағдайда оқытушыларға қанша балл берілетінін көруімізге болады. Бұл бөлімде де қабылдамау немесе растау бөлімі қарастырылған. Егер де қабылдамау мәнін таңдайтын болсақ, себебін көрсетеміз, яғни не себепті қабылдамаймыз. Ал егер де барлық ақпарат дұрыс жағдайда біз растау батырмасын таңдап қабылдаймыз және де оқытушыға бұл жерде көрсетілген балл берілетін болады. Және де оқытушының идентификативтік жоспарларын көру үшін идентификативтік жоспар бөлімінде қандай форматта керек, сол формат бойынша жүктеп қарастыра аламыз. Яғни қызметкерлер де оқытушылардың толтырған ақпараттарын көре алатын болады. Ал қызметкерлер үшін апелляция бөлімінде қандай да бір апелляцияға жіберген қызметкерлердің тізімі болады және де сол апелляцияға келісім жасайтын болады. Және де қызметкерлер ұпайларды сұрыптау батырмасын таңдау арқылы ұпайлар бойынша, яғни қандай ұпайдан қандай ұпай аралығында көрсету арқылы сұрыптама жасауына болады, немесе кафедра бойынша сұрыптама жасауға болады, факультет бойынша сұрыптама жасауға болады, қызметтердің типтері бойынша, яғни өздеріне қажетті критерийлер бойынша сұрыптама жасау арқылы профессор-оқытушы құрамның рейтингін көре алады. Осымен кафедра меңгерушісі және де құрылымдық бөлім қызметкерлері атынан профессор-оқытушы құрамның тексеруге және де мақұлдауға жіберген ақпараттарын қабылдау модуліне арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.